Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мампар деп аталатын өте ерекше, басқа сорпаларға қарағанда дәмді болып шығатын, кішкентайлардың да үлкендердің де көңілінен шығатын өте дәмді бір сорпаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Ең бірінші кезекте ыдысымызға майымызды құямыз. Қызғаннан кейін ұсақтап туралған етімізді салып, жақсылап тұрып қуырып алатын боламыз. Өзінің сөлі бөлініп, жақсылап қуырып аламыз. Осылай бетін жауып, одан кейін ұсақтап туралған бір пиязымызды осы етіміздің үстіне салып, тағы да қуырып алатын боламыз. Одан кейінгі кезекте чесногымызды салып қуырамыз. Және де бұрышымызды салып, осылай бәрін төрт бұрышты етіп турасаңыздар әдемі көрінетін болады. Бір қызанағымызды да салып араластырып аламыз. Жарты ас қасық томат пастасын саламыз. Қай зат қанша мөлшерде кеткені видеоның астына жазып қоямын. Петрушка немесе укропты осылай турап қуыру барысында қосып жүрсеңіздер болады. Және де картошкамызды салып жақсылап араластырамыз. Осылай араластырып алып, суымызды құямыз. Мен 1,5 литр су құйып алдым. Алдағы уақытта шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Тұзымызды салып, осылай бетін жауып, бір қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін бетіндегі көбіктерін осылай алып тастайтын боламыз. Енді қамырымызды жасауға кірісеміз. Ұнымызды, оның үстіне жұмыртқамызды, тұзымызды, суымызды қосып, мампарымыздың қамырын илеп алатын боламыз. Артық ештеңе қосудың қажеті жоқ. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, қамырларыңыз да өте жақсы болып шығатын болады. Осылай илеп, иін қандыруға қойып қоямыз. Ие қанғаннан кейін қамырымызды қатты жұқа етпей, орташа қалыңдықта жайып алатын боламыз. Енді бұл сорпа өте бір ерекше дәмді сорпалардың бірі. Бір жасап көрсеңіздер, міндетті түрде тұрақты түрде жасап тұратын сорпаларыңыздың біріне айналады. Осындай қалыңдықта жайып алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, кішірек 4 бұрыштыға бөліп шығатын боламыз. Бірінші жолақшаға, кейіннен осындай кішірек 4 бұрышты етіп кесіп алатын боламыз. Кішірек қойыңыздар, өйткені қайнау барысында қамырларымыз біздің үлкейіп кететін болады. Сол үшін де кішірек етіп кескендеріңіз дұрыс. Міне кесіп дайындап алдық. Енді жаңағы қайнап жатқан сорпамызға салатын боламыз. Қайнағаннан кейін бір 10-15 минут шамасында қамыры піскенше пісіріп алатын боламыз. Пісуге жақын қалған кезде укропымызды салып ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Айсұлу. Келесі видеода кездескенше.